Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Дүниетану пәні 31-ші сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қауіпті табиғат құбылыстары. Оқу мақсаты табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктеу. Бағалау критерийі қауіпті және қолайсыз табиғи құбылыстарды ажыратады. Сіздер бүгінгі сабақта табиғат құбылыстарында қауіптің болатынын және одан сақтанудың жолдарымен танысатын боласыздар. Адамдар табиғаттың қар, жаңбыр, боран сияқты көптеген құбылыстарына ертеден үйреніп, одан қорғана да білген. Дегенмен кейде олардың адам өміріне қауіп төндіретін кездері де болады. Мысалға, найзағай. Найзағай бұлттар не бұлт пен жер арасында болатын, ұзындығы бірнеше километр, диаметрі ондаған сантиметр және ұзақтығы секундтың ондаған үлесіндей болатын алып электрлік ұшқынды разряд. Найзағай кешенді атмосфералық құбылыс. Ашық алаңқайда, орманда, жағажайда, өзенде, қорғансыз жерде найзағай ойнап тұрса, қауіп күштірек болмақ. Мұндайда киіміңіз су болғанынан қорықпаңыз. Құрғақ нәрсеге қарағанда су киім қауіпсіздеу. Ал судың өзі тоқты өте жақсы өткізеді. Найзағай кезінде жерге жатуға, ағаштың астын тасалауға, бір орында тұруға да, жылдамырақ жүгіруге де болмайды. Бір қалыпты жылдамдық сақтаған дұрыс. Қолшатырды да ашпаған абзал. Денедегі металл бұйымдардың бәрінен арылыңыз. Себебі олар тоқты жақсы өткізеді де, найзағай кезінде қауіп туғызады. Көшеде жүрсеңіз, автобус, көліктерді пайдалануға болады. Ал үйде болсаңыз, электрмен жұмыс істейтін барлық аппаратты өшіріп, есік-терезені жабыңыз. Осы секілді ережелерді қатаң ұстану арқылы жақындарыңызды және өзіңізді қауіпсіз жағдайда ұстай аласыз. Келесі қауіпті табиғат құбылыстарына құрғақшылық жатады екен. Құрғақшылық ыстық күнде ауаның ылғалдылығы төмен болған кезде жауын-шашынның ұзақ уақыт және елеулі түрде жетіспеушілігінен болады. Бұршақ шаруашылыққа үлкен зиянын тигізетін құбылыс екен. Бұршақ ірілі ұсақ түйіршік мұз түрінде жауатын атмосфералық жауын-шашын. Жылдың жылы мезгілінде найзағай мен нөсер жаңбыр кезінде бірге түседі. Бұршақ мұз түйіршіктері ауаның тік бағыттағы өте күшті қозғалысы кезінде қалыптасады. Қатты жауған бұршақ шаруашылыққа үлкен зиянын келтіреді. Осы 4 жыл мезгілінде табиғатта түрлі құбылыстар болып тұрады. Қыста қар борап, көктайғақ болады. Күн суытып, аязды күндер болады. Көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қар еріп, өзендердің суы көтеріледі. Бұл жағдайда өзен суы арнасынан асып, көпірлерді, жолдарды және үйлерді бұзып кетуі мүмкін. Бірінші тапсырма. Қауіп туғызатын немесе қауіп туғызбайтын табиғат құбылыстарын бөліп жазу. Дескриптор. Қауіпті табиғи құбылыстарын анықтадыңдар. Қауіп туғызбайтын табиғат құбылыстарын анықтадыңдар. Бөліп жаздыңдар. Жарайсыңдар. Екінші тапсырма. Қауіпті табиғи құбылыстарды атап, олардың зияны туралы айт. Дескрипторы.
Қауіпті табиғи құбылыстарды атадыңдар, зияны туралы айттыңдар. Кері байланыс. Мына сөйлемдерді жалғастырып, маған кері байланыс берулеріңді сұраймын. Маған сабақ ұнады, немесе тағы да басқа өз ойларыңды жазуларыңды сұраймын. Мен үйрендім, мен тапсырмаларды орындадым, өз жұмысымның нәтижесінде қандай жетістікке жеттіңдер? Соны жазып, суретке түсіріп, маған кері байланыс берулеріңді сұраймын. Үй тапсырмасы. Күн жылынғанда табиғатта қандай құбылыс байқалады? Осы жөнінде мәлімет жинап, дерек көздерден мәлімет жинап, интернеттен мәлімет жинап, үй тапсырмасын орындап, маған кері байланыс береді деген үміттемін. Сабақ аяқталды.